Нұржан екен? Иә, мен. Сен ше? Мен Нұртаспын. Қайрат Нұртасқа Құмаши дейді. Бол, тез келin. Келіп жүрсіңдер. Қақтан келетсіңдер? Болдан. Болдан? Әсеттің кластас емессіңдер ма? Кеше Әсетке айтқан едім ғой мен. Ақша қойыпсаңдар деп. Айтты ма сендерге? Кәне? Әсет жоқ, звондайым, алмайды. Короче, бастауыртпай телефондан шығарыңдаршы. Ақша жоқ дейсің, айфон ұстайсың еще. Әсет табасыңдар. Айтылған ақшаны алып келесіңдер. Оған дейін телефондарың менде тұрады, түсініңдер ма? Телефон бере алмаймыз. Қалай береміз? Жоқ болып кетіңдер мұнда. Алло. Әсет. Не қылдыңдар? Короче, 1 сағат уақыт берем. Әкеп тастаңдар. Мамар, дымға да жетпейді ғой. Екіншіде қызыл қағаздан алып келесіңдер. Түсініңдер ма? Ne oldu telefonu üstteki babasına mı ne? Короче, телефон жоқ ya. Ламбард көтті жібердім. Келші питақта еш, әңгімең бар ма? Ешқайсыңыз жағдайымыз мәз емес. Қызықтырмайды мені. Орындарына қосасыңдар ма? Білмеймін, сабырайсайды. Жан-жақтан әрқайсысы 10 теңгеден шығарама шығарып тастаңдар. Бір бесін теңге кем болмаса бастарымен жауап бересіңдер, түсініңдер ма? Төменгі кластарды қысыңдар. Мендер қысып жатыр, мен сендерді қысып жатырмын. Олар да өсіп қалды, шығару керек ақшаны. Ешкетесін тәртіп самын еттік қой. Неге? Бұл жерде менің де әнім бар. Жаңа жылға ақша жинап, оларды отырсынмеші. Жүр. Короче, маған қызық емес ештеңе. Осы суббота күні 80 теңге қойып тастайсың, түсіндің ба? Аға, мен өз қатем барлығын түсіндім. Бәрін түсіндім. Өз мойныма алам. Сен өз мойныңа бәрібір аласың. Сен бәрін түсіндің, бірақ кеш. Жігіттер, ұялмайсың ба? Қазақтың жігіттерісіңдер ғой бәрі. Не ол қырып пышақ болды? Жастарың қаншада мысал үшін? Жігіттер қолыңдар ғой, жігіттер не болды? Өбілесіп. Бір жерде тұрасыңдар, бір жерде ойнайсыңдар, бір жерде күліп, бір жерде жүресіңдер. Не жетпейді сендерге? Әрқайсыңа ата-аналарың үміт артып отыр ертең. Ал сендер жүрсіңдер төбелесіп. Ондай болмайды жігіттер, ұят болады. Сендер қазақсыңдар. Ұйымшыл болу керексіңдер. Біз қайта бір жеңнен қол,
бір жағадан бас шығару керекпіз. Ауызбіршілікте болу керекпіз, жігіттер. Енді бұндайларын көрмейтін болайын. Кешегі анау Мағжан атамыз мен жастарға сенемін деді. Сенген жастардың түрі сендер ма? Бұдан бұлай төбелескендеріңді көрмейтін болайын. Бірігіп, барлығы бірге дос болып, татуласып, ағайын туыс болып жүргенге не жетсін? Ағай, өздері қобырыш бізге тиіскен. Ешқашан кінә бір жақтан болмайды. Екі жақта кінәлі. Бес саусақ бірде емес, әрқайсың әртүрлі әңгіме айтып жатсыңдар. Мынау не? Ал енді шапалақ бір қолдан шықпайды. Түсіндіңдер ма? Екі жақта кінәлі. Саған тиісті ма, сен үндемей кетіп қал. Болды, проблемаң шешіледі сол жерде. Төбелесіп ешқандай проблеманы шеше алмайсыңдар. Керісінше ушықтырасыңдар. Нұргелді, сенің осыншама ұзақ сұрағыңның, осыншама ұзақ проблемаларыңның шешімі бар. Ол 5 әріптен тұратын бір ғана сөз. Ол сөз сабыр. Сабыр сақта. Болды, барлық проблемаң шешіледі, сабыр сақта. Қазақта айтады, сабыр түбі сары алтын дейді. Сабырлы болыңдар. Көркем мінезді болыңдар. Ешкімге артық еш нәрсе жасамаңдар. Өз алдарына жүріңдер. Төбелескеннен не шықпайды. Одан да білім алып, түрлі курстарға қатысып, басқаша өздеріңді дамытып, жетістікке жетіңдер. Жігіттер, мен сендердің бұлай араздасқандарыңды көрмейтін болайын. Мен сендерге сендім. Барыңдар, бара беріңдер. Жақсы, сау болыңдар. Сау болыңдар.